Баршаларыңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, тәтті, жұп-жұмсақ болып шығатын бөлкелердің рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдағы уақытта көптеген керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Сол үшін мені жоғалтып алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар, комментарий қалдырып, лайк басып, менімен бірге болыңыздар. Алдымен біз бөлкелерді дайындамас бұрын апара дайындап аламыз. Ол үшін бізге су, ашытқы, қант және де ұн қажет болады. Ыдысымызға жылы суымызды құямыз, ашытқымызды саламыз, қантымызды қосамыз, ұнымызды салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Жақсылап араластырып 15-20 минутқа бетін жауып қоямыз. Кейін 15-20 минут өткен соң үстіне жылы сүтімізді құямыз. Одан кейін ертілген сары май, қантымызды қосамыз және де тұз саламыз. Жақсылап тағы да араластырамыз. Кейін осылардың үстінен електен өткізе отырып қамыр илеміз. Шетінен ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илеміз. Қамырды көтерілгенше 1-2 сағатқа жылы жерге қойып қоятын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Кейін 1-2 сағат өткен соң қамырымыз бізде жақсылап көтеріледі. Одан кейін алып, кез келген формада жасай берсеңіздер болады. Мен бұл жерде рогаликінің формасы ретінде жасадым. Қамырды алып, осылай 4-ке бөліп, оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Қатты жұқа да, қалың да емес, орташа көлемде жайып, барлығын дәл видеодағыдай жасайсыздар. Ішіне өздеріңіз қалаған начинканы саласыздар. Мен бұл жерде дайын клубничный джем пайдаландым. Жақсылап екі жағын қысып ораймыз. Алдын ала духовканы 180 градусқа қыздырып қоямыз. 180 градуста 30 минут аралығында пісіп шығатын болады. Барлығын осылай жақсылап орап аламыз. Одан кейін противенге орналастырып, бетін жауып қоямыз дағы 5-10 минутқа. Кейін 5-10 минуттан кейін алып, бір жұмыртқаны жағып шығамыз. Үстіне жұмыртқаны жақсылап жан-жақтарына жағып шығамыз. Одан кейін 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің бөлкелеріміз дайын, өте дәмді болып шығады. Жұп-жұмсақ, әрі дәмді, әрі тәтті болып шығады. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер.